Бала кезде әркімнің арманы әртүрлі болады ғой. Туғаннан бері имам болып келе жатырмын, сондықтан менің арманым да осы болды, осы салада қызмет ету. Мінекей сол арманымда келе жатқан жағымын деп айтуға болады. Отбасында негізі біздерде осы дін саласын ұстанған адам жоқ. Әке шешеміз ол дін саласынан алыстау болған. Мен Әбсаттар қажы Дербісәл деген бас муфти болған, білесіздер. Сол кісі менің резюмемді оқып отырып, сен туғанда тақиямен туылған бала екенсің деп айтқаны бар еді. Дәл сол сияқты енді арманымыз да осы дін саласында қызмет ету болды. Сол жолда келе жатырмыз. Имамның атқаратын қызметі молданың атқаратын қызметіне қарағанда жоғары. Мәселен, имам құтбаға шығып уағыз айта алады, жана жұма намазды өткізе алады, негізгі діни рәсімдердің барлығына қатыса алады. Ал молда белгілі бір жаңағы шарттарды орындамайды. Мәселен, мешіттің ішіндегі құтпа, жұма намаз оқу деген мәселелерге араласпайды. Молда тек қана астарды, құлаққа азанға шақырып ат қою, астарды барып өткізіп беріп Құран оқу, дұға қылу деген сияқты, және мешітке келген адамдарға қызмет көрсетіп жүру, діни кейбір жоралғыларға ғана қатыса алады. Өмірде қорқыныш кез келген исі мұсылман баласының басты қорқынышы Алладан болу керек. Алладан болған жағдайда басқа қорқыныштың барлығы жай болып қалады. Ал әйтпесе қорқа берсең әртүрлі кедейліктен қорқу мүмкін, түрі суық жануар жәндіктерден қорқу мүмкін. Оның бәрі фобия ғой, психологиялық ауру болуы мүмкін. А негізгі қорқыныш Алладан болса, басқасын бәрі жеңуге болады деп ойлаймын. Ішінде құрамында қымыздың ешбір адамды мас қылатын, адамның денсаулығына зиян келтіретін, ақыл-есін жоғалтатын нәрсе болмаса, ол халал. Қасты кірпікті көтеріп қою, оны қатырып қою мәселесі егерде денсаулыққа зиян болмаса, ол дәрет алған кезде, құлшылық жасаған кезде оның артынан су өтетін жағдайда болса, ол мәселені қарауға болады. Ал егерде ол оны не үшін, мәселе ниеті, не мақсатта қойылып жатыр, ол мәселені де қарау керек. Яғни әркімге көріну арқылы, тіпті бөгде еркекті өзіне назар аудару мәселесі де болса, онда дінімізде қош көрмейтін дүниелер болып кетуі мүмкін. Криптовалютаны енді жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің арнайы пәтуасы бойынша тыйым салды. Ол рұқсат етілмейді деді. Сондықтан біз қазір діни басқармаға бағынышты болғаннан кейін осы ұстанымда, осы үкімге жүгіне отырып, сол көзқараста айтамыз дегім келеді. Енді мешіттегі садақаның ақшасы мешіттің өзінің керек жағына кетеді. Қазіргі таңда мешітке арнайы мемлекеттен бюджеттен ақша бөлінбейтіні белгілі. Әрбір мешіт имамы, қызметкерлері, мешіттің ішіндегі бүкіл керек жарақтар халықтың берген